Сәлем достар, сіздермен Бану. Бүгін тортқа арналған бисквит нанын жасайтын боламыз. Бисквитіміз биік, жұмсақ, әрі үлпілдек, барлық жағы тегіс піскен болып шығады. Бисквит жасау барысында қандай қателіктер кетпес үшін және қандай ережелер сақтау керек екенін айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдыстарымызды құп-құрғақ қылып тазалап аламыз. Венчикті де құп-құрғақ қылып, яғни су, май тимеуі қажет. Жұмыртқаның барлығының ағы мен сарысын бөлек осылай бөліп аламыз. Жұмыртқаның ақ уызына жұмыртқаның сары уызының бірде-бір тамшысы тимеуі қажет. Қолымыз да құп-құрғақ болуы керек. Екеуін бөлу барысында бөлек ыдысқа да бөліп алсаңыз болады. Яғни әр жұмыртқаны бөлек ыдысқа бөліп, содан кейін барып салсаңыздар да болады. Екеуін бөліп алғаннан кейін жұмыртқаның ақ уызымен жұмыс жасайтын боламыз. Жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз саламыз. Құрғақ венчикті миксермен араластыра бастаймыз. Араластыра бастағаннан кейін барып, шекеріміздің кішкене бөлігін осылай саламыз. Миксердің жылдамдығын әр айналдырған уақыт өткен сайын жайлап жоғарылата бересіздер. Бірден жоғарыға көтермейсіздер. Шекеріміздің 1/4 бөлігін сары уызымызға алып қаламыз. Осылайша миксермен ақ уызымызды 5 минуттай әппақ болғанша араластырамыз. Ақ уызымыз осындай әппақ болады. Ыдысымызды төңкерген кезде ақ уызымыз мүлдем ағып кетпейді. Сары уызды ешқашанда ақ уызбен бүлдіріп ала алмайсыз. Сондықтан да сол венчикпен сары уызымыздың үстіне шекерді сала отыра миксерлетеміз. Миксерлеген кезде осындай әппақ күйге енетін болады. Бөлек ыдысымызға ұнның үстіне қопсытқыш екеуін салып араластырып аламыз. Ванилин болса, ванилин де салсаңыз болады. Ендігі кезекте сары уызымызға ақ уызымыздың 1/3 бөлігін салып, осылай жоғарыдан төменге қарай араластырып отырамыз. Мүлдем миксермен араластырмаймыз. Тек қана осындай күрекшемен болмаса қасықпен. Мінекей соңғы бөлігін салдым, оны да осылай араластырамыз. Қатты ұзақ араластыруға да болмайды. Кішкене біріксе болды. Енді ұнымыздың да 1/3 бөлігін осылай иеліктен өткізіп араластырамыз. Жоғарыдан төменге қарай. Бұл кезде де миксерді мүлдем қолданбайтын боламыз. Ең бастысы ұн бір жерде көп, бір жерде аз болып қалмауы тиіс. Біркелкі біріккеннен кейін ұзақ араластырмай формамызды жасаймыз. Форма жасау үшін осындай жылжымалы сақинамыздың астына фольга төсеп, жан-жағын осылай жақсы қылып бекітеміз. Қамыр салар алдында противенге осы формамызды қойып барып үстінен құятын боламыз. Пешімізді алдын ала міндетті түрде 180 градусқа 15 минутқа қыздырып барып бисквитімізді саламыз. Бисквитті пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. 30 минутқа дейін пештің есігін мүлдем ашуға болмайды. Егер ертерек ашып қойсаңыз, салғаннан кейін 5-10 минуттан кейін ашып қойсаңыз, бисквитіңіздің ортасы түсіп қалады. Ағаш таяқшаны салып көресіз. Егер де таяқшаңыз құрғақ болса, онда пісті деген сөз. Пешіңізден алып, формада жарты сағаттай суығанша ұстайсыз. Содан кейін барып, осылай жан-жағын кесіп алатын боламыз. Сонда оңайырақ алынады. Бисквитті алғаннан соң салафанға салып, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа салып қойсаңыз, ішіндегі ылғалдығы барлық жерге бірдей бөлінетін болады. Сонда ол үлпілдек, кесуге оңай, әрі дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап, сізде де жақсы шықса, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.